сәлеметсіздер ме? Здравствуйте. Бүгінгі сабақта біз сіздермен соңғы есімдіктің түрі болымсыз есімдіктермен танысамыз. Сегодня на уроке мы с вами познакомимся с последним видом местоимений – отрицательное местоимение. Ережесі, правило. Болымсыздық мағынаны білдіретін есімдіктің түрі. Это вид местоимения, который указывает на отсутствие лиц, предметов, признаков или количества. Олар, они. Ешкім, никто. Ештеңе, ничего. Ешбір, никак. Ешқайсы, никто из них. Ешқандай, никакой. Бірде-бір, ни один. Да-не-не, ничто. Түк, никак, ничего, нисколько. Ештеңе, дым, ничего. Ешқашан, никогда. Ешқайда, никуда. Сөйлемдер негізінде қарастырайық. Давайте рассмотрим на примере предложений. Саябақта ешкім жоқ. В парке никого нет. Мен ешқашан бұл жерде болмадым. Я никогда не был в этом месте. Ештеңе де көріп тұрған жоқпын. Ничего не вижу. Ешқандай гүл раушан гүлге тең емес. Никакой цветок не сравнится с розой. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Енді сіздер қазақ тілінде 7 есімдіктің бар екендігін білесіздер. Олар жіктеу есімдігі, сұраулы есімдік, өздік есімдік, сілтеу есімдігі, жалпылау есімдік, белгісіздік есімдігі және де болымсыздық есімдіктері. На этом наш урок завершен. Теперь вы знаете, что в казахском языке существует 7 видов местоимений. Это личные местоимения, вопросительные местоимения, указательные местоимения, возвратное местоимение, обобщающее местоимение, неопределенное местоимение и отрицательное местоимение. Менің YouTube каналымда әрбір жеке есімдіктердің түрін көре аласыздар. На моем YouTube канале вы можете увидеть отдельный урок по каждому виду местоимений. Сау болыңдар. До свидания.